Шығыстың ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде отырар аталатын Арыс өзенінің сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында дүниеге келді. Кітап және қолжазба саны бойынша әлемдегі екінші кітапхана орналасқан, 20 жыл өмір сүрген отырарда әл-Фараби ғылым-білімнің негізін қалады. Әл-Фараби парсы, грек тілдерін үйренеді. Осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Кейін ол Бұқара, Самарқанда білім алып, жұмыс істейді. Ал араб халифатының орталығы болып табылатын Бағдадта көп жыл өмір сүреді. Өмірінің соңғы күндерін Каир, Дамаскта өткізеді және үлкен құрметке ие болады. Әл-Фарабиде Аристотельдің, Платонның және басқа да ежелгі грек ойшылдарының еңбектерінің түпнұсқасымен танысуға мүмкіндіктер көп болды. Өзінің білімділігі, сауаттылығының арқасында екінші ұстаз атауына ие болды. Әл-Фарабидің шығармашылық мұрасы орасан зор, ал оның айналысқан ғылыми салалар философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен астрономияны қамтыды. Осы жылы Әл-Фарабидің туылғанына 1150 жыл толуына орай мерейтой тойланады. Осыған байланысты зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапхана, республикалық мемлекеттік мекемесі Фараби және әлемдік өркениет атты виртуалды кітап көрмесін ұйымдастырды. Көрмеде ойшылдың келесі 15 еңбегі ұсынылған. Әл-Фараби ғылым туралы кітап, музыка туралы кітап, ой-сана туралы кітап, ұстаздың оралуы, бақыт туралы кітап, Әбу Насыр әл-Фараби философия 3-ші том, Әл-Машани, Әл-Фараби және бүгінгі ғалым, Әл-Фараби, философиялық трактаттар, монография, әлеуметтік этикалық трактаттар, қайырымды қала, таңдамалы трактаттар, Әбу Насыр әл-Фараби, трактат және өлеңдер, монография. Философиялық трактаттар, Әлікбаева Маржан, Әбу Насыр әл-Фарабидің музыка ілімі, монография. Алтаев Жақыпбектің Әл-Фараби және ислам философиясы, Әл-Фараби өркениеттер сұхбатында, Мұқаш Бурабаевтың Фараби Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атты еңбектері болды. Әл-Фараби әлемдік деңгейдегі тұлға еді. Ол араб, парсы, грек, үнді және өзінің түркі мәдениетінің құнды жетістіктерін жақындастырып, синтездеді. Фараби халық арасына білімді енгізу үдерісін ағартушылықты, адамгершілікті дамытумен біріктіруге ұмтылған педагогиканың реформаторы ретінде ойланды. Фарабидің қолжазбалары әлемнің көптеген кітапханаларына сақталған. Әл-Фараби мұрасын зерттеумен айналысатын ғалымдар тобы да көп. Орта ғасырлық Еуропада Әл-Фараби еңбектерінің латын және ивритке аудармалары өте ұзақ уақыт бойы жүзеге асырылды. Ал 1930-1932 жылдары Парижде француз ғалымы Эрланженің музыка туралы үлкен кітаптың бірінші бөлігінің француз тілінде аудармасы жарияланды. Әл-Фараби есімі әлемдік ғылым мен мәдениет тарихына берік енді. Оның еңбектері Еуропаның қайта өркендеу дәуіріне үлкен әсер етіп, батыс пен шығыстың мәдениеті мен философияларын жақындасуының байланыстырушы көпірі болды.